Бауырсақ батыл. Дәл осындай атаумен бүгін Аяла қоры арнаулы мектеп-интернаттары мен балалар үйінің тәрбиеленушілеріне Наурыз мейрамын ұйымдастырды. Нақтырақ айтсақ, нөмірі 9-шы, 4-шы, 10-шы мектеп-интернаттары және 1-ші балалар үйінің оқытушылары бүгін мерекеге ат салысты. Аталған шара аясында балалар қазіргі заманға би билеп, ән айту және рэп оқу сайыстарына қатысып, стритболдан бәсекеге түсті. Ал мейрамның ең басты сайысы бауырсақ пісіру болды. Бұл додаға қатысушылар алдын ала дайындалып келген қамырларынан бауырсақ пісіруге керек болды. Жеңімпаздарды журналистер, аспаздар және Аяла қорының өкілдерінен құралған әділқазылар алқасы анықтады. Олар мереке соңында бағалы сыйлықтар және арнайы әзірленген кубоктармен марапатталды. Қор мамандарының айтуынша, осы іспеттес ірі мерекелер алдағы уақытта тағы да ұйымдастырылатын болады. Но трудно вот сейчас пока еще не закончить. Әзірге жыл басынан бері қанша қаражат жұмсалғанын дөп басып айту қиын. Себебі биылдың өзіне бірнеше ірі мерекені ұйымдастырдық. Әлі жоспарымызда тағы бірнешеуі бар. Дәл осы мейрам, яғни Наурызды ерекше форматта өткізіп келеміз. Бүгін сонымен қатар сенбілікте өткізіліп жатыр.